жапырағын ұстап түскен фото бар ғой. Бұл стресс алған кезі да, ал видео уже 3-4 күннен кейінгі стресстен шыққан кез ғой. Ассалаумағалейкум. Бақтияр аға, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Шаршамай жақсы жүрсіз ба? Бақтияр аға, мынау ерте көктем сіздерден ана биогумустың топырағын алып едім ғой, дайынша. Соны алып түбіне бір пиялай салып еккенбіз. Ерте көктем. Одан кейін мына дуганы ашқан кезде ыстық суық болып стресс алып қалған еді. Одан кейін сіздерден ана бір сұйығын алып едім ғой, биогумустың. Соны ашып, соны алып шашқаннан кейін 3-4 күнде берген результаты осындай. Алла қаласа жақсы. Мына уже жүйектердің үші, ар жақтары жауылуды бастады. Енді өткендегі сіз беріп жіберген биогумустың ағызып беретіні бар еді ғой, қоюы. Соны берсек, Алла қаласа осы апрель айының соңына дейін пісіп қалатын шығар. Одан кейін картошка еккенбіз жегілікке ше. Мынандай кішкентай кезінде шашқанбыз. Одан кейінгі результат мынау ғой. 3-4 күнде берген результаты осы картошка. Сол брокколиден артылған дәріні биогумустың сұйығын шашқан едік.